осылай әдемі болып шығатын көрінісі де, өзі де, дәмі де өте керемет, жұп-жұмсақ. Вилкамен бөліп көргеннің өзіне жұп-жұмсақ болып, міне видеода көріп тұрғаныңыздай өте әдемі шығады. Жасалу жолы да оңай, көп нәрсені қажет етпейді. Өзіме осы сметаник қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Бірінші қамырын осылай илеп тұндыруға жібереміз. Жарты сағат кемі. Морозильникке қатты еріп баратса, морозильникке салып қойсаңыздар болады жарты сағат. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Оған керек қаймақ, 500 граммдай қаймақ керек. Осыны құйып алып, кейін жаңағы құмшекер қосамыз. Шекер, қант 100 граммдай жетеді. Соны қосып, жұмыртқамыз қосамыз. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. Жарып, үшеуін қосып, сосын манный крупа бір қасықтан көбірек қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Мен бір қасықтан сәл көбірек қостым. Үлкен ас қасықпен қосамыз. Сол қосып болған соң барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Bir жаққа қарап, жоғарыдан төменге қарап, видеодағыдай араластырасыздар. Ал бір келкі араластырмай бүйтіп араластыра салсаңыздар, онда ауа кіріп, ішіне пісетін уақытта жаңа тесіліп, ауалар кәдімгідей сыртқа қарап шығып, неғып кетеді, беті жаман болып кетеді. Сол үшін бір келкі айналдырамыз. Осы видеодағыдай көріп, жақсылап араластырып, бір андай масса шығады өз. Сол кезде бір 5 минут қойып қоямыз. Қамырын жайып болам дейінше бұл өзі бір-бірімен жаңа реттеліп, әдемі масса шығады. Осылай жақсылап араластырамыз. Одан кейін қамырын жаюға көшеміз. Қамырын осылай жайып аламыз. Қамыры өте жұмсақ болатын болса, ұн қолдансаңыздар болады, кішкене. Көп емес, кішкене жабысқан жерлеріне қолданып жайсаңыздар болады. Сосын табаға орналастырамыз жайып болған. Осылай жан-жағын оқтаумен домалатып шықсаңыздар өзі бөлінеді. Сосын жаңа жұқа болып келген жерлеріне қайтадан жауып шықсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай мен солай жасадым. Одан кейін тағы біріне вилкамен жаңағыдай мен бөліп шығам, чтобы іші піспей қалады деген қорқыныш болса сіздерде, осылай істесеңіздер болады. Мен барлығында осылай істеймін, өте жақсы. Арасы да піседі, жаңағы несі де, салмасы да піседі. Осылай жасап шығамын. Одан кейін салмасын құюға көшеміз. Салмасын құйған кезде астын сәл-сәл ұрғылап жібересіздер. Астын бірден көтеріп қалмаңыздар, себебі бұл алынып кетуі мүмкін. Осылай піскенінде осылай әдемі болып шықты. Міне бір келкі видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шыққан. Өзіме қатты ұнады, себебі мен бұны істеп жүргеніме біраз болды. Бұны сатуға да шығарамын арасында. Міне бөлгенімді тағы бір көрсетейін. Арасы да піскен. Міне көріңіздер. Ас болсын, осылай дәмді қылып жасаған. Менің YouTube каналыма тіркеліп, осылай жасап көріңіздер. Құрамы бәрін описанияда қалдырамын. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.